Назарларыңызға Кегілшілер фильмнің қысқаша мазмұнын айтып бермекпін. Өзге ғаламшарлық Читаури деген құбыжықтар жер ғаламшарын жаулап алмақ. Бірақ жаулау үшін оларға тессеракт керек. Ник Фьюри ғылыми орталыққа келді. Ол жерде энергия алу үшін тессерактты зерттеп жатыр екен. Кенеттен адамдарды эвакуациялау басталып кетті. Ник Фьюри доктор Стилвикпен кездесіп тессеракт жайлы мәліметтерді білді. Қыран көзі деп аталатын садақшы Клинт Бартон болса, тессеракт галактика мен ғаламшарды байланыстыратын портал ашады деп ойлайтынын айтты. Bir кезде тессеракт портал ашып, оның ішінен қолына асыл таяқ ұстаған алған бір жігіт шығады. Ол жан-жақты талқандап, әскерлерді өлтіріп, Клинт Бартонды дуалап, өзінің әскери етіп алады. Ник Фьюри тессерактты алып кетіп қалмақшы болып жатқанда, жігіт оны тоқтатып, өзін Асгардтық Локимін деп таныстырды. Осыдан кейін ол Сильвикті де дуалайды. Клинт Бартон Локиге ғылыми орталыққа жарылғыш мина қойғанын ескертіп, Ник Фьюриді кеудесінен атып жіберіп, тессерактты алып, ғылыми орталықтан кетіп барады. Осыдан кейін Ник Фьюридің тағы бір көмекшісі Клинт пен Стилвиктің сатқындығын естіп, оларды қуады. Ник Фьюри ғылыми орталық жарылмай тұрып қашып үлгереді. Оны Локи таяғымен атып түсіреді. Жерге жараланып түскен Ник Фьюри Колсонмен байланысқа шығып, соғыс басталғанын айтты. Келесі кадрда Ресей генералы тұтқындап алған Наташа Романовты көреміз. Наташаның лақап аты Қара жесір. Генералға Колсон звондап телефонды Наташа Романовқа беруді айтады. Наташа Романов телефонды алған соң Колсон Клинт Бартонның сатқындығын айтып тескелуді айтады. Наташа Романов генералды ұрып тастап халықты іздеп кетеді. Брюс Беннерді Наташа Романов Үндістанда ауыр жағдайда ауырып жүрген адамдарды емдеп жүрген жерінен тапты. Брюс Беннерді Наташа тессеракт пен асыл таяқты зерттеуге келістіреді. Бұл кезде Фьюри ақш билігінен кек алушылар проектісін бастауға рұқсат сұрап жатты. Содан кейін Фьюри Стив Роджерстің жаттығып жатқан кезінен келіп, тессерактының ұрланғанын хабарлап, оған қарсы тұруға шақырды. Колсон болса Тони Старк пен Пеппер Потсқа келді. Бұл кезде Тони Старк пен Пеппер Потс Нью-Йорктың тура қақ ортасында Старк мұнарасы деп аталатын ғимарат соққан еді. Колсон Тони Старкқа жағдайды баяндайды. Тони Старк қалған ұйымына көмектесетінін айтты. Сөйтіп Колсон Стив Роджерс қалған ұйымының базасына әкеле жатыр. Әкеле жатқанда Колсон Брюс Беннер жайлы айтады. Дәл осы уақытта Локи Читаури басшысымен сөйлесіп жатыр. Сонында Локи жер бетін жаулаған соң асыл таяқпен тессерактыны Читаури басшысына беруге келіседі. Сөйтсе, қалған ұйымның базасы үлкен ұшақ кен. Стив Роджерс бұл жерге келіп Наташа мен Брюс Беннерді көреді. Брюс Беннер тессерактының ғылыми орталықтағы мәліметтері бойынша тессерактыны зерттеуді бастап кетті. Қалған ұйымы әлемдегі барша спутниктер мен Локидің қай жерде жүргенін тапты. Сөйтіп ол жерге Стив Роджерсті жібереді. Стив Роджерс ол жерге барып Локиді жеңе алмай кеткен соң оған Тони Старк көмектесіп Локиді тұтқындады. Ұшақпен Локиді алып кетіп бара жатқанда Тор келіп Локиді өзімен алып кетеді. Оның артынан Стив Роджерс пен Тони Старкты қуалайды кетеді. Тор Локиге тессерактыны адамдарға беріп, тыныш қана үйге қайтуды сұрайды. Сол кезде Тони Старк келіп, Тормен шайқаса кетті. Алыстан Локи бақылап отыр. Тор мен Тони Старктың шайқасын Капитан Америка тоқтатты. Локиді қалған ұйымы базадағы ең бері кабинаға қамап қойды. Егер шығуға талпынса, кабина мыңдаған километр биіктіктен мұхитқа тасталады. Тор Локидің жоспары жерді жаулау екенін айтады. Тони Старк Брюсқа тессерактыны іздеуге көмектесуді сұрайды. Брюс бұл кезде зертханада асыл тасты зерттеуде. Олар өзара әңгімелесіп, өздерінің мықтылықтарын айтуда. Тони ұйымның интернет жүйесін взломать ете алатынын айтты. Капитан Америка бөлме аралап жүргенде бұрында өзі шайқасқан Гидра әскерлерінің заттарын табады. Колсон Торға жақсы көретін қызы Джейн қауіпсіздікте екенін айтады, бірақ Тор Сильвикке алаңдаулы. Фьюри Торға Локидің жоспары қандай екенін, не ойлап жатқанын білгісі келетін айтты. Бұл уақытта Наташа Локиге келіп Бартонның қайда екенін білгісі келеді. Локи оның сұрағына мысқылдап жауап берді, бірақ Наташа үйтіп Локидің жоспарын Брюс Беннердің қалқа айналу екенін біліп алды. Фьюри болса базаның қауіпсіздігін күшейтуде. Капитан Америка базадан тапқан
қару да келеді. Фьюри болса бұл қару Тор ең алғаш жерге келгеннен бастап аспаннан келер қауіптен сақтану мақсатында жасағанын түсіндіріп, Брюс Беннермен сөйлесуде. Осы кезде олар бір-бірлерімен сөзге келмей ұрсысып қалады. Асыл таяқ болса бір белгі бере бастауда. Содан кейін базаға Клинтпен дуаланған әскерлер шабуылдайды. Клинт базаның бір қанатын жебесімен жарып жібереді. Фьюри қанатты жөндеуге Капитан Америка мен темір адамды жібереді. Бұл кезде Наташа мен Брюс бір бөлмеде еді. Брюс халыққа айналып Наташаны қуады. Наташаға Тор көмектесуге келеді және Тор халықты біраз ұстап тұра алды. Дуаланған әскерлер базаға кіріп, атыс басталып кетті. Фьюри жойғыш ұшақтармен халықты тоқтату деген бұйрық береді. Халық ашуланып жойғыш ұшаққа секіріп, оны сындырып жерге құлайды. Атыс кезінде компьютерлер сынып, базаның қанаттары тоқтай бастайды және база төменге құлауда. Клинт базаның ішінде жүргенде оның Наташа келістіріп ұрып, талдырып тастайды. Капитан Америка мен темір адам бірлесіп базаның қанатын жөндеді. Локи болса Торды алдап камераға кіргізіп төменге лақтырып жібереді. Бірақ ол балғаның көмегімен камерадан шығып үлгерді. Колсон Локиді тоқтатпақ болды. Бірақ Локи Колсонды жаралап, асыл таяқты алып бұл жерден қашып кетеді. Колсон болса ауыр жараланғандықтан мерт болады. Фьюри базада қалған батырларды жинап, супер батырлардан құралған топ жасау жаман идея екенін түсініп, топты тарататынын жариялады. Келесі кадрда Тордың өз балғасына бара жатқанын көреміз, ал халық қайта Брюске айналып тастанды ғимараттың тас талқанын шығарғанын көреміз. Ал Клинт болса қайтадан езін жиып, Локидің келесі шабуыл жасайын деп жатқанын, бірақ шабуылды қай жақтан жасайтынын білмейтінін айтты. Тони болса Локидің қай жерден шабуылдайтындығын ойланып, соңында Локидің Старк мұнарасынан өз шабуылын бастайды деген қорытындыға келеді. Сөйтіп олар жиналып, Локиге қарсы шықпақшы. Тони Сильвикке келіп Тессерактың жұмысын тоқтатуды бұйырады, бірақ Тессерактың тоқтатуы мүмкін емес екен. Тонидің костюмы зақымдалғандықтан басқа костюмды дайындап қоюды Джарвиске тапсырады. Мұнарадағы бөлмесіне Тони кіргенде бұл жерде Локи де жүр екен. Локи Тониді да дуаламақшы болды, бірақ Тониде жүрек болмаған соң дуаланбады. Локи ашуланып Тониді терезенің лақтырып жіберді. Локи құлап бара жатқанда оған жаңа костюмы киіліп, қайта Локиге келіп, оны атады. Сол кезде Тессеракт портал ашып, Читаури әскерлері келе бастауда және темір адам солармен шайқасуға кетіп қалды. Тор болса Локимен шайқасуда, ал порталдан одан да көп Читаури әскерлері шығуда. Бұл кезде Капитан Америка, Қыран көзі, Қара жесір үшеуі қала адамдарын полицейлермен бірге эвакуациялауда. Тор да бұл жерге келді. Брюс та бұл жерге келіп, батырлардың жағына шықты және команда капитаны Капитан Америка болып, топ мүшелеріне бұйрық бере бастайды. Осы кезде Фьюриге ақш билігі байланысқа шығып, Нью-Йоркқа атом бомбасын тастауды бұйырады. Бірақ Фьюри бұл бұйрықты орындаудан бас тартады. Наташа Сильвикке келгенде Сильвик өз-өзіне келіп порталды Локидің асыл таяғымен жабуға болатынын айтты. Осы уақытта Фьюридің бір әскері сатқындық жасап атом бомбасын алып Нью-Йоркқа кетіп қалады. Сөйтіп Фьюри темір адамға атом бомбасы келе жатқанын айтты. Наташа порталды жаппақшы, бірақ Тони Старк тоқтай тұр деді да атом бомбасын ұстап порталға қарай кетіп қалады. Солай ол Читаури әскерінің базасын жарып жібереді. Соның арқасында Нью-Йорктағы Читаури әскерлері де жеңіледі. Тони Старк талып қалғанмен портал жабылмай тұрып жерге құлап үлгереді. Оны халық қағып алды. Сөйтіп кек алушылар Локиді тұтқындады. Осыдан кейін Фьюри билікке есеп беруде. Оның айтуынша Локи мен Тессерактыны Тор өзімен алып кетті, ал қалған топ мүшелер есеп берудің орнына демалысқа шығып кетті. Сөйтіп Фьюри болашақта кек алушылар тағы да қауіп болғанда көмектесуге келетініне сенімді екенін айтады. Сцена после титрда Читаури басшысы біреудің алдында жер халқы бұлай қарсы тұратынын ойламағанын айтады. Ал келесі кадрда кек алушылар аса қатты үлкен емес кафеде шайқастан соң шаурма жеп демалып отырғанын көреміз.